Ал саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы объектілі бағытталған бағдарламалау тілі. Мен Омарбек Гүлдана Абдикеқызы сіздерге бүгінгі осы сабақты түсіндіретін боламын. Ең бірінші, бағдарламалауды не үшін үйрену керек? Бағдарламалауды үйрену бұл өте қызық. Біріншіден, екіншіден, кейбір мамандықтардың жұмысын жеңілдетеді, автоматтандырады, және үшіншіден, өте керемет жалақы, заманауи технологиямен жабдықталған жұмыс, кеңселерде жұмыс істеу. Бағдарламалау тілі ретінде C# тілі алынды. Осы курста біз C# бағдарламалау тілін үйренетін боламыз. Енді негізгі түсінікке көшетін болсақ, бұл алгоритм. Қойылған мақсатқа жету үшін жасалатын іс-қимыл реттілігі. Мысалы, қарапайым мысалды келтіретін болсақ, бұл ұйқымыздан оянуымыз, жуынуымыз, жаттығу жасау, шай тамақ ішу, яғни бір реттілікпен жасалған іс-қимылдың барлығы алгоритм болып табылады. Бағдарламалау тілі бұл компьютер түсінетін тіл. Яғни білесіздер, қазақ тілі бар, орыс тілі бар, ағылшын тілі бар. Бұлар жаңағыдай адам бір-бірін түсіну үшін қажет. Ал бағдарламалау тілі компьютер түсіну үшін қажет болып табылады. Бағдарлама қандай да бір бағдарламалау тілінде жазылған алгоритм. Программистің мақсаты компьютер түсінетін және берілген есепті шығаратын программа жазушы болып табылады. Тапсырманы шешу кезеңдері. Қараңыздар, бізге тапсырма берілді, енді программист оны қалай шешеді? Оны 5 кезеңге бөледі. Біріншісі тапсырманың берілгені, яғни тапсырманың өзін сипаттау, формализация, математикалық тілге аудару, үшіншісі алгоритмдеу, тапсырманы шешетін алгоритмді ойлап табу, және төртіншісі бағдарламалау, бағдарлама кодын жазу, бесіншісі тестілеу, жазған программамыз жұмыс істей ме, істемей ме, сол бойынша біз тексереміз. Ал енді қарапайым осы кезеңдерге мысал келтірейік. Қараңыздар, бізге мына тапсырмада былай делінген. Футбол алаңы берілген, осы футбол алаңының сол жақ төменгі бұрышында Мадияр атты бала бар делік. Осы футболистіміз біздің мына футбол алаңының жоғарғы оң жақ бұрышына допты тебу қажет. Және осы арақашықтықта аз іс-әрекетті қолданады. Бұл бізге тапсырманың берілгені. Берілгені белгілі, енді біз оны формализациялаймыз. Формализация дегеніміз бұл математикалық тілге аудару. Яғни футбол алаңы бізде тік төртбұрыш. Осы тік төртбұрыштың А және Б қабырғалары белгілі. Енді бізге төменгі сол жақ бұрышынан оң жақ жоғарғы бұрышына дейінгі арақашықтық диагональ болып табылады. Алгоритмдеу. Бізге жаңағыдай формулаға салу керек. Білесіздер, қараңыздар. Қазір менде үлкейіп кетті ау деймін. Алгоритмдеу дегеніміз математикалық формуланы қолдану. Математика пәнінен білесіздер, тік төртбұрыштың диагоналін табу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Ол дегеніміз А квадрат қосылған Б квадрат. Және де бағдарламалау. Бағдарламаны біз C# тілінде жазамыз. Тестілеу, бізге А және Б мәндері белгілі, енгіземіз, одан кейін барып, оның жаңағыдай жауабын шығарамыз. Бағдарламалау ортасы ретінде Visual Studio программасына жазамыз. C# бағдарламалау тілін осы ортада жазу қажет. Енді біз алғашқы біздің өзіміздің программамызды жазып көрейік Visual Studio ортасында. Ол үшін Visual Studio 2019 программаны жүктеп аласыздар. Интернеттен жаңағыдай тегін программалар бар. Осыны жүктеп алып, біз қазір өзіміздің ең алғашқы программамыз, яғни Сәлем әлем деп амандасып көрейік. Міне Visual Studio ортасы ашылды. Создание проекта. Қазір ойланып тұр. Консольды приложениеда жұмыс істейміз. Консольное приложение NetFramework. Далее. Имя проекта өзгертсеңіздер болады, не қалдырсаңыздар болады. Және де жаңағыдай рабочий столда сақтаймын. Создать. Қазір Visual Studio ортасы маған жұмыс орнын дайындап береді. Бізге қажетті кодтардың барлығын осы жұмыс ортасында жасайтын боламыз. Visual Studio 2019 үлкен программа болғандықтан, кей кезде кейбір компьютер көтереді жаңа программаны, немесе жаңағыдай оңай редактормен де жұмыс істеуге болады. Қазір оның барлығын көрсетемін. Менде бірнеше программа қосылып болғаннан кейін қазір қатып тұрған сияқты мына
Visual Studio 2019. Басқа студенттерге көрініп тұр ма? Visual Studio ортасы. Көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Көрініп тұрған жоқ. Слайд қана көрініп тұр ма сіздерге? Енді көрінді ма? Көрінді ма? Міне, көрінді. студия ортасы осындай болып келеді. Бұл жердегі мына using system, namespace дегендерге мән бермейміз. Бұны келесі сабақтарда түсініп аласыздар. Яғни бұл әдіс, жаңағыдай метод дегендер. Бізге қажетті кодты біз static void main-нің ортасына жазамыз. Яғни сәлем, әлем деген сөзді экранға шығару үшін, қазір ағылшын тілін таңдаймын. Console write деген команданы орындаймыз. Console нүкте write. Тырнақшаға алып, сәлем, әлем. Нүктелі үтір. Тексеріске жіберемін. Тексеріске Ctrl F5-пен жіберсеңіздер болады, немесе отладка деп қойсаңыздар болады мына жерде. Отладка, запуск без отладки. Қазір қара экранда маған сәлем, әлем деген сөзді шығару қажет. Write деген дұрыс жазылмады. Console write, қате жазылып кетті. Енді дұрыс болды. Және де args деген аргументті алып тастау қажет дейді. Кейбір жағдайда алсаңыздар болады, кейбір жағдайда қалдыруға да болады. Ctrl F5-ті басайын сіздерге. Мінекей, қара экранмен жұмыс істеу. Сәлем, әлем деген сөзімізді бізге шағын программа ретінде жаңағыдай амандасып тұр. Келесі слайд бойынша түсіндірсем. Слайд көрінді ме сіздерге? Так, экран деп алайыншы. Ендігі де көрінді ма? Көрінді. Жаңағыдай console write деген сөзді жаттап аламыз. Бұл дегеніміз экранға шығару болып табылады. Енді барлық бағдарламалау тіліндегі ең маңыздысы ол мәліметтер типтері. Мәліметтер типтері дегеніміз, мысалы, біз жаңағыдай экранға сөз шығаруымыз керек, сан, бүтін бөлшектерді, символдарды шығару үшін біз міндетті түрде жаңағыдай программаға типін көрсетуіміз қажет. Мысалы, int дегеніміз бұл бүтін тип. Мысалы, мен 5 деген санды енгізетін болсам, оның типін міндетті түрде int деп беремін. String деген бұл жолдық тип. Мысалы, сәлем деген сөзді енгізу үшін оны міндетті түрде тырнақшаға алып жазамын. Және де сан болсын, жаңағыдай символдар, барлық кез келген бір сөздерді жазған кезде біз оны міндетті түрде тырнақшаға алсақ, ол бізде string типті болып табылады. Ал double дегеніміз бұл бөлшек сандық тип. Мысалы, 3,14 деген санды енгізу қажет болса, біз оның типін double деп береміз. Char дегеніміз бұл символдық тип. Мысалы, леп белгісі, сұрау белгісі және де символдар. Бұл дегеніміз ол логикалық тип. Ақиқат және жалған мәндерін қабылдайды. Яғни true және false деген мәнді ғана қабылдап, бізге экранға шығарып беретін болады. Енді қараңыздар, write және writeline деген сөзіміз бар. Жаңа көрсеттім, console write дегеніміз жаңағыдай бір жолға ғана шығарады. Ал енді console writeline деген бар. Бұл жаңа жолдан бастап шығарады. Қазір мен сіздерге Visual Studio'ны ашып көрсетемін. Көрініп тұр ма Visual Studio? Иә, көрініп тұр. Енді мен арнайы кодтарды сендерге дайындап қойдым. Қараңыздар, console write және console writeline-ның бір-бірінен айырмашылығын көрсету үшін. Мына экраннан маған кедергі жасап тұр. Мен Ctrl F5-пен жаңағыдай отладкаға жібере беремін. Тексеріске қараңыздар. Console write бірінші жолда hello world деген сөзіміз бір-біріне жабысып шығарып тұр бізге экранға. Ал келесі console writeline дегеніміз, яғни line дегеніміз, ол жаңа жолдан бастау деп
жаңағыдай деген мағынаны білдіреді. Hello дегеніміз әрине жаңағыдай мына сөздің қасында, себебі write деген бір жолдан шығару, келесі what деген сөзіміз жаңа жолдан шығарып тұр. Осылайша біз жаңағыдай көбінесе экранға шығарған кезде console write line-ды шығаратын боламыз. Түсінікті ма? Жаңағыдай C# тілінде біз қолданған кезде көбінесе console write line мен қара экранға бізге керекті мәліметтерді шығарып отыратын боламыз. Енді қараңыздар, ақпаратты экранға шығару. Жаңа айтып өткенімдей, біз экранға тек қана мәтіндерді емес, сонымен қатар сандарды шығарамыз, символдарды шығарамыз, және де бұл деген типтерді шығаруымызға болады. Оның үстіне бұл жаңағыдай бағдарламалау тілі өте ақылды тіл болып табылады, яғни біз бұл жерде арифметикалық амалдарды қолданамыз. Мысал қараңыздар, мына мысалды шығарып көрейік Visual Studio ортасында. Көшіріп аламын және тексеріске жіберемін. Міне көрдіңіздер ме? Console write line бұл дегеніміз экранға шығару. Мен айтып тұрмын, 26 санын экранға шығар деп. Ол маған 26 санын экранға шығарып берді. Келесі console write line 1024-ті 48-ге қос дедім. Ол маған бірден жауабын шығарып берді бұл жерге, 1072. Келесі console write line 5 қосылған 8 көбейтілген 2. Математика сабағынан білеміз, бірінші көбейтінді, одан кейін қосынды орындалады. Сол бойынша маған 21 санын шығарып берді. Келесінде жақшаға алынған жаңағыдай қосынды бірінші орындалады, одан кейін көбейтінді. Оның барлығын мына программа маған шығарып, жаңа экранға есептеп шығарып берді мәнін. Егер де күдіктенетін болсаңыздар, өзіңіз қарапайым жаңағыдай калькуляторды алып есептеп көрсеңіздер болады. Мәнін тура осындай қылып шығарады. Яғни бұл біздің C# тілінің осындай бір жаңағыдай өзгешелігі деп айтуға болады. C# тілінің ғана емес, жалпы бағдарламалау тілдері осылай жұмыс істейді. Енді бағдарламалау тілінден келесі ол жаңағыдай мәліметтер типтерінен кейінгі маңыздысы ол айнымалы. Айнымалы дегеніміз ол аты бар белгілі бір түрдегі жат ұяшығы. Мысалы, мен қандай да бір сандарды енгізуіміз қажетпіз. Ол үшін айттым, бірінші мәлімет типін береміз, одан кейін айнымалын енгіземіз. Айнымалы дегеніміз ол жаңағыдай айнымалының атын біз кез келген айнымалының атына кез келген бір сөзді енгізсек болады. Бірақ айнымалыны құрған кезде жаңағыдай саннан бастамауымыз қажет. Әріп берсек болады, және де қандай да бір сөздерді енгізсек болады, және сөздің барлығын берілген тапсырмаға байланысты құрастыру қажет. Сөздерді жаңағыдай сандардан. Енді қараңыздар, бұл жерде int дегеніміз не дедім жаңа? Қандай тип болып табылады? Int. Бүтін тип. Бірлік, бүтін бірлік тип. Бүтін тип, иә. А дегеніміз бұл бізде айнымалы. Яғни айнымалының жаңағыдай есімін мен А деп бердім. Және бұл жерде біздің жаттап алатын ережеміз қайда, нені. Біз қайда жаңа қандай мәліметтер типтеріне сақтаймыз және нені сақтаймыз. Санды ма, мәтінді ма. Мысалы, А тең 7 дедім. Айнымалыны аштым А деп, енді осы А деген айнымалыға мен 7 деген санды сақтауым қажет. Бұл инициализациялау деп аталады. Және де екінші түрі бар, айнымалыны ашып болған сақтау int A тең 7. Және console write line дегеніміз не болды біздің? Console write line экранға шығару. Экранға бізге 7 деген санды шығарып береді. Енді міне int тип пен string типтің операциялық айырмашылықтары. Int A тең 5, int B тең 10. Console write line A қосылған B 15. Яғни бұл бізде санды бір-біріне қосып шығарды. Ал int қараңыздар, string дегеніміз қандай тип? Жолақ тип. Жолдық тип. Мәтін енгізу жолдық тип. Жолдарды біз айтқан болатын міндетті түрде жаңағыдай тырнақшаға алып жазамыз. Тырнақшаға алып жазсақ, бұл бізде мәтін болып табылады. Енді қараңыздар, мына S1 мен S2-ні қоссақ, бұл оны мәтін деп санайды да, маған экранға 510 деген жаңағыдай сөзді шығарып береді. Бұл математикалық, арифметикалық есепті шығармайды. Егер де санын енгізетін болсақ, қарапайым өзін береміз, 5-10 деп, ал егер мәтін қылып жазатын болсақ, тырнақшаға аламыз. Түсінікті ме? Енді мына практикалық жұмыс берілген. Осы жаңағыдай өткен сабақтарымыз, жаңағыдай теориямыз бойынша мына практикалық жұмысты шығарып көрейік. Өздерін шығарып көріңіздер. Қараңыздар, int A тең 6-ға, int B тең A көбейтілген 8. Енді A-ны табуымыз қажет. Бұдан 8 аламыз. Қанша болатыны, және де ең соңында сыны шығару керек экранға. Қанша шығады? Ойланып көріңіздерші. Int дегеніміз бұл бізде бүтін сан.
Бауыржан, сізге түсінікті ма есептер? Иә, түсінікті апай. 88 бола ма апай? Жауап 88 болады, иә? 88, иә. Қалай шығардыңыздар оны? Қараңыздар, мен де бір білдірейін. Өтейін, жаңағыдай А дегеніміз 6, Б дегеніміз, Б-ны табу үшін А-мыз нешеге тең болды біздің? 6-ға 8-ге көбейтеміз. 6-ны 8-ге көбейтеміз, 48 шықты. Енді Б-мыз нешеге тең біздің? 40-қа. Б 48-ге И-одан алып тастаймыз 8-ді. Сонда 40 болады. Енді С-ны табу үшін Б-ға қанша мән береміз және А-ға қандай мән береміз? 48. Б-ға 48-ді, А-ға 40-ды. Иә, сонда бізде мәні сонында 88 деген сан шығады. Келесі, қараңыздар, түсінікті ма қалай шығатын есептің? Енді экранға енгізу. Экранға шығару қандай болып табылады бізде? Экранға шығару командасы қандай? Console write line экранға шығару. Енді экранға енгізу командасы бар, ол бізде console read line. Яғни консольден оқылатын барлық деректер string типті болып табылады. Біз оны бүтін санға айналдыру үшін convert to int дегенді пайдаланамыз. Қазір осы программаны Visual Studio'да орындап көрейік. Экранда бізбен командасу. Яғни бұл жерде контекстке жіберейін. Мінеки көрдіңіздер ма? Console write line, сәлем, сенің атың кім? Бұл дегеніміз экранға шығарды. Көріп тұрсыздар ғой, қара экранда маған шығып тұр, сәлем, сенің атың кім деп. Ең келесі жыблықтап тұр. Бұл дегеніміз сен қандай да бір мәтін енгіз деп тұр. String name дегеніміз, string дегеніміз қандай тип? String дегеніміз жолдық тип, мәтін енгізетін болса, типін string деп берем. Name дегеніміз не? Name дегеніміз бұл бізде айнымалы. Айнымалының атын мен name деп берем. Және де console readline дегеніміз бұл енгізу. Мен бір айнымалын енгізсем, жаңағыдай бір мәтінді енгізсем, ол name деген айнымалға сақталатын болады. Келесі console writeline дегеніміз не? Экранға шығару. Экранға шығару. Сәлем, және де сенің атын экранға шығарады. Қазір мен бұл жерге Гүлдана деп жазып көрейін. Enter басамыз, сәлем Гүлдана деп менімен программа амандасты. Осылайша қарапайым логикамен C# бағдарламалау тілі жұмыс істейді. Яғни бізге қажетті командаларды жаттап алсақ, бізге қажетті мәліметтер типтерін, айнымалыларды біліп алатын болсақ, осылайша біз жаңағыдай қарапайым программаларды құрастыра беретін боламыз. Бұл ең жаңағыдай қарапайым программалардың бірі болып табылады. Яғни программа сіздермен амандасу. Келесені жаңа айтып өттім. Visual Studio ортасы жаңағыдай орнатылмаған жағдайда, қазір көптеген онлайн компьютерлар бар. Білесіздер, жаңағыдай компьютер орнатылмаған жағдайда ideon.com деген онлайн компьютерін қолданып, өздеріңіз осы ideon.com-да жұмыс істей берсеңіздер болады. Қазір жаңағыдай сіздермен танысып өтпеппін мен басында, өзімде қобалжып нақты танысып өтейік. Жаңағыдай бұл бағдарламалау тілін сіздер бастап жатырсыздар ма, әлде енді жаңағыдай үйренушілерсіздер ма, білесіздер ма бұл бағдарламалау тілдерін? Кім қандай бағдарламалау тілдерін біледі? Иә? Мен мысалға C++-пен жұмыс істегем. C++-те жаңағы Арыстанбек қандай бағдарламалау тілдерін? Сіздер жаңадан бастаушысыздар ма әлде? Программаны білесіздер ма? Қалай? Мен жаңадан бастаушымын. Жаңадан бастаушыларға бұл C# бағдарламалау тілі өте жеңіл тіл болып табылады. Жалпы айтқанда, мысалы, Бауыржан C++ тілін жақсы біледі екен, үйреніп жатыр екен. Барлық бағдарламалау тілдерінде
бірдей алгоритмдері бірдей жұмыс істеу алгоритмі. Тек қана синтаксис жағынан ерекшеліктер бар. Мысалы, біз жаттап алуымыз керек. C++ тілінде экранға шығару scene болса, жаңағыдай C# тілінде ол console write line. Жаңағыдай тағы да бір басқа тілдерде, мысалы Python алатын болсақ, онда экранға шығару print, бірақ та алгоритм барлығы бірдей жұмыс істейді. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бәрі түсінікті болды ма сіздерге? Иә, түсінікті болды. Бізге апай, мысалы, библиотека туралы айтып беріңізші. Библиотека? Using, мысалы, system деп тұр ғой, солар туралы. Бұл дегеніміз жаңа айтып өткенімде әдіс болып табылады, және де библиотека деп айтсақ болады. C++-те библиотекалар да бар, білесіздер. Сол бойынша C#-та да осындай библиотекалар қолданылады. Мен Visual Studio'ны аша салмайын ба? Мінекей қараңыздар. Using system collection generic, using system link, using system text, using system read task дегеніміздің барлығы жаңағыдай директива болып табылады. Препроцессорлық директива деп те атайды. Егер де бұны біз алдын ала жазып қоймайтын болсақ, біз әр мына console write line, console жаңағы read line дегеннің барлық команданың алдына мынау using system деп жазуымыз қажет болады. Біз осыны қысқарту үшін, яғни кодты шағын қылу үшін алдында беріп кетеміз мына директиваларды, одан кейін барып біздің өзіміздің мынау кодтарымызды, командаларымызды ақырындап шақыра берсек болады. Бұл жаңағыдай программисттің жаңағыдай код жазу уақытын үнемдеуіне өте қолайлы әдіс болып табылады. Сол үшін де осының барлығын әдіс, метод деп атайды. Бұл жердегі namespace дегеніміз бұл имя пространство деп аталады. Жаңағыдай программаның аты беріледі, ары қарай класстар құрылады, одан кейін static void дегеніміз мына бос тип. Бос тип ашылады, статический программа құрылды деген сөз, және де мына жүйе жақша бұл программаның басы. Жүйе жақша ашылды, программа басталды, ары қарай өзімізге қажетті кодты енгіземіз, және де жүйе жақша жабылса, бұл программа аяқталды деген мағынаны білдіреді. Және де қосымша жаңағыдай тағы да бұл программамен шектеліп қалмайды. Ары қарай шартты оператор, таңдау операторы, цикл, сол бойынша жаңағыдай сабақтары бар. Менің YouTube каналыма тіркелсеңіздер болады. Осы YouTube каналымда барлық қажетті видеоуроктар сіздерге берілген. Жазып алсаңыздар болады. Немесе ссылкасын жеке сіздерге жіберсем де болады. Осы YouTube каналына мен әр апта сайын жаңағыдай C# бағдарлама тілі бойынша марафон ашылды ғой, соған байланысты мен әрбір сабақтарды салып отыратын боламын. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Болды, сұрақ жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ болса, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Жаңағыдай ары қарай осы сабақты жалғастыратын болсаңыздар, және де сұрақтардың барлығын комментарий астына қалдырсаңыздар, әрқайсыларыңызға жеке жауап жазатын боламын. Бүгін 10-ше сабағымыз аяқталды. Ертең де сабағымыз болады. Негізі сағат 3-те деген болатын, бірақ жаңағыдай 2-де де бастауымыз мүмкін. Марафонға 2 күн берілген. 2 күн ішінде енді барынша сіздерге C# бағдарлама тілін жаңағыдай үйретіп, қандай синтаксисі болады, алгоритмі қандай, қалай жұмыс істейді, сол бойынша үйренетін боламыз. Сау болыңыздар. Рахмет, Рахмет, сау болыңыз.